Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге түріктің осындай өте дәмді болып шығатын мини пиццаларын жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді және қонақтың алдына қойсаңыздар да ерекше көрінеді. Жасалуы оңай әрі тез. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы суға бір ас қасық ашытқымызды, бір шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа апарамыз, дайын болғанша қойып қоямыз. Одан кейін ұнымыздың ортасын ашып, бір ас қасық қаймағымызды, тұзымызды, шемішкі майымызды және жұмыртқамызды саламыз да, одан кейін жаңағы көтерілген апарамызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Керек заттардың құрамын барлығын описаниеге қалдырып кететін боламын. Сол жақтан қарап, өлшеп жасап көрсеңіздер болады. Менде барлығы сол жердегі өлшем бойынша және ұнымда граммы дәл сондай. Ал сіздер плюс-минус ала беріңіздер, өйткені әркімнің ұны әртүрлі. Бірақ менде точно дәл осы грамм бойынша келді. Ешқандай артық және қосымша ұн қосқан жоқпын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдейі барлығын анық түсіндіріп көрсетілген. Одан кейін ұнымызды илеп болғаннан кейін кішкене шемішкі майды алып, ыдысымыздың жанына және нанымыздың, яғни қамырымыздың екі бетіне жағып, бетін салафанмен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз күшті болып көтерілді, қараңыздар. Енді осы қамырды алып, мен өлшеп алдым. Сіздер өлшемесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Көз мөлшері бойынша 9 немесе 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен таразы бойынша 9 бөлікке бөліп алдым. Одан кейін осы 9 бөлікке бөлген бөлшектерімізді алып, шарик тәріздестіріп, осылайынан түйіп, қойып қоямыз. Енді сиропымызды жасайтын боламыз. Жылы суға бір ас қасық бал саламыз. Егер балыңыз үйдің балы болса, тіптен жақсы, ал егер болмаса, дүкендікі де жарай береді. Одан кейін бізге осындай кунжут керек болады. Қамырымызды алып, сиропымызға батырып, және кунжутымызға осылайынан аунатып, пергамент қағазымыздың үстіне салатын боламыз. Бұл жерде ескерте кететін жайт, қамырымыздың арасын қатты бір-біріне жақын қойып қоймаңыздар. Шамалы арасын алшақ ұстаңыздар. Өйткені қазір біздің қамырымыз көтеріліп, піскеннен кейін тағы көтеріліп, жаңағындай бір-біріне жабысып сөйтіп қалуы мүмкін. Сол себепті арасын жиі қойыңыздар. Барлығы видеода анық көрсетіліп тұр. Егер түсінбей қалған, білмей қалған жерлеріңіз болса, маған комментарийге жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауабын жазатын боламын. Қамырларымызды алып, осылайынан кішкене бетінен бір-екі рет қолымызбен жаймен басып жіберіңіздер. Одан кейін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше 15 минутқа қоямыз. Қамыр көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Менде қызанақ, тәтті бұрыш, шұжық және сыр саламын. Сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады, және сырдан кішкене алып қала салыңыздар. Салмасы өз қалауларыңызша жақсылап араластырып, одан кейін көтерілген қамырларымызды алып, видеодағыдай қолымызбен жақсылап бастырып шығатын боламыз ортасын, және жиегін кішкентай бортик қып қалдыратын боламыз. Одан кейін салмамызды алып, бір ас қасықтан әр қайсына жақсылап толтырып, нығайтып салып шығатын боламыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Пісуіне 2 минут қалған кезде алып, қосымша тағы да сырымызды бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Қамыры жұмсақ, үлпілдек болып, және дәмі өте дәмді болып шығады. Үйдегі адамдарыңызда сүйсініп жейтін болады. Және де бұл пиццаны қонақ келген кезде қойсаңыздар болады, дастарханыңыздың ерекше сәнін ашады. Баршаңызға ас болсын.